жіберсек болды. Соңғы бір екі кат сөйлесеңізші, кешті ғой дейді. Сондай, пожалуйста. Онша қазір атушы ойнап еді? Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Міне үйде немерелеріміз бар. Бүгін біз сіздерге мантыны қалай дұрыс кесу керек екенін көрсетеміз. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Мен иледім. Осындай әдемі етіп, жұқа етіп, әдемілеп осылайынан жайып аласыздар. Ардақ Әлбекінада мастер-класс. Қазір шығады, наныңыз қымбат екен. Оны бар ғой, сіз дұрыс жасамай жатырсыз деп. Жарайды, қалай болғанда да. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Ардақ Әлбекіні мантының нанын осылай кесіп. Что там, братан? Некелеріңіз? Bir orunda тұра берем. Кок Жигули. На-на-на-на-на-на-на, кок Жигули. Менің немерелерім осындай нанмен байланысты тамақтарды өте жақсы көреді. Сол кісілердің құрметімен жасап жатырмыз. Бұл кісілерде енді кетеді, папасы хабарласып жатыр. Сіздерге балаларымызды қашан алайық деп айтайық десек, ыңғайсызданып жүрміз деп. Олардың да баласы ғой, енді сағынады. Ол кісілер енді жұмыста болғасын алғамыз ғой, немерешкалар. Негіз жүре берсе, фаршқа кәдімгі құйрық май қостық, картошка, жуа қостық, фарш қостық. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Кешкі асымыздың әзірін дайындап жатырмыз. Менің көрермендерім, менің манты пісті. Енді тиктоктағыдай жазайын деп тұрмын. Бисмиллахиррахманиррахим, менімен бірге болыңыздар. 1, 2, 3.